Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 6-шы сабақ тұңғыш ұстаз тақырыбында. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 6-й урок, первый учитель. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Жаңалық, новость, әңгіме, рассказ, жеке, отдельный. Суретке қара, оқы. Қостанай облысы Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсариннің мемориалдық музейі. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Дұрыс ақпаратты анықта. Выбери правильный вариант. Ыбырай Алтынсарин ұстаз. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, мәтінге тақырып қой. Прочитай текст и озаглавь. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ол балаларға арнап көп әңгіме жазған. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалыға келді. Ол мектеп ашты. Ахмет Байтұрсынұлы, Көбеевтер сол мектепті бітірді. Ол орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, дара тұлға. Ыбырай Алтынсарин основатель детской литературы. Он написал много рассказов для детей. Ыбырай Алтынсарин принес новость казахскому народу. Он открыл школу. Ахмет Байтұрсынұлы и Көбеев учились в этой школе. Григорьев и Ильминский дружили с Ыбырай Алтынсарином. Ыбырай Алтынсарин – великий учитель и особая личность. Үшінші тапсырма. Диалогты толықтыр. Дополни диалог. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Не келді Ыбырай Алтынсарин? Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалыға келді. Ыбырай Алтынсарин не істеді? Ыбырай Алтынсарин орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Төртінші тапсырма. Төмендегі тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрастыр. Составь текст, используя опорные слова. Опорные слова Ыбырай Алтынсарин, оның балаларға, ашқан, ол, ұстаз, әңгіме, мектеп, дара. Есте сақта, запомни, Ыбырай Алтынсарин балаларға арнап көп әңгіме жазған. Ол кісі балалар әдебиетінің атасы. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.